Енді шынымды айтсам, кішкентай кезімнен, бала кезімдегі арманым ғой. Бірінші сыныпқа барған кезде бір шығарма жазасын, бастауыш класстарда шығарма жазған кезде дәрігер болғым деп жазатын. Кішкентай кезімдегі сол бала арманым болғандықтан дәрігер болдым. Бүгінге дейін Алматы медициналық институтты бітіргеніме 99 жылы бітірдім. 23 жыл болды, 23 жыл өз мамандығымен жұмыс істеп келе жатырмын. 99 жылы бітіріп, сол жылдан бастап Алматы қаласында нөмір 2-ші үлкен қалалық ауруханада жұмыс істей бастадым. Акушер-гинеколог дәрігері болып. Содан бері осы акушер-гинеколог дәрігермін, ал дәл осы бедеулікті емдеу мәселесімен 2005 жылдан бері айналысудамын. Осы эко әдісі, сонымен қатар барлық бедеулікті емдеудің жоғарғы деңгейдегі ем жүргізуімен айналысуым. Сол 2005 жылдан бері, 17 жыл болды ғой, 17 жылдан бері осы репродуктолог маманы ретінде жұмыс істеудемін. Әрине, өз мамандығымды жақсы көремін, өз мамандығымды сүйемін деп айтуға болады. Өз мамандығымның жемісін, жетістігін көріп жатырмын. Кішкентай бөпелер, кішкентай балалар, ең үлкен, мысалы менің емделушімнің баласы 16-17 жасқа келді, сондықтан өте жақсы көремін өз мамандығымды. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін, жұмыстан тек қана табыс, отбасыларымыздың амандығын сіздерге тілеймін.